Бәріңе сәлем достар, сіздермен Мирас. Бүгін біздің обзорымызда Xiaomi Mi 9T деген телефоны. Бұл Xiaomi Mi 9T моделі Xiaomi компаниясындағы ең мықты телефондардың бірі болып есептеледі, және Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9 Pro деген версиялары болады. Біздің қолымызда қазіргі Mi 9T қара түсті 64 гигабайтқа. Ашып көрейік, қандай телефон екен, бағасы жағынан қалай екен, өзінің сапасы жағынан қалай екен, бұл телефонды алуға тұрарлық па екенін көреміз. Бұл орысша айтқанда флагманский телефондардың бірі болып есептеледі. Бұл телефонды ашып көрейік, қарайық, қандай телефон, жақсы телефон бе екенін ашайық. Коробканың бұда қара коробкасы, мына жерде түсі жазылған, Carbon Black деп аталады. Түсінің тыңдауыңызға қазір көрсем қандай түсі екені 64 гигабайт. Коробкасын алып қойық. Мына жерінде келесі бізде қара коробочка, қораптың ішінде сим карта салатын инесі бар. Сим картасы ашатын, және мына жерде бізді күтіп алады чехол. Мына жерде бізде документациясы, қағаздары, құжаттар орыс тілінде. Бұл орыс тілінде болғаны өте сирек кездеседі, өйткені бұл телефондардың көбінесе бізге қанша телефон ашып қарағанда бұларда көбінесе ағылшын тілінде немесе қытай тілінде болып келеді. Ал осы телефон біздің қолымыздағы орысша тілінде бүкіл түсінікті жазылған, артық ешқандай ештеңесі жоқ. Енді біздің жаңа айтқаным чехол, қорапта чехол бар. Xiaomi бұндайдың қораптарында чехол болады екен, комплектісінде деп аталады. Және де бұл чехол қара пластиктен жасалған. Бұл качествосы нашар емес, үстіңгі жақтары ашық, мына жерде камера арнайы істеген. Бұл мысалы Note 8 Pro салыстырғанда Note 8 Pro'ның ішінде силиконовый чехол болып келеді, прозрачный түссіз чехол болып келеді. Ал бізде бұл қара чехол жаман емес. Қойып көрейік. Телефонның өзін қазір сөйлесін, комплектісін қарайық, телефонның комплектісінің не бар екенін. Қағаз. Маған Xiaomi'де бұрын айтынан бұл зарядкаларына риза боламын, өйткені зарядкалар тез зарядтайды, және зарядкасы бұның 18 вольттық зарядка. Яғни бұл зарядка телефонды өте тез зарядтайды. Бұның батарейкасы 4000 мАч батарейкасын 1 сағаттың ішінде толық зарядтап шығады. Толық батарейкасын толтырып қуаттайды. Зарядкасын қойып қойық. Мына жерде бізде USB шнур, комплектісінде USB Type-C шнур. USB Type-C шнур деген әлдеқайда тезірек зарядтайды. Тезірек, мысалы, телефоннан компьютерға қосатын болсаңыз, данный дейді ғой, информация, мәліметтерді тез лақтырады. Және Quick Charger 3.0 деген бар. Бұл бізде Fast Charger деген бар, және де Quick Charger 3.0 деген бар. Бұл зарядкалардың түрі тез зарядтайды. Бұл қазіргі, мысалы, Mi 9T'да бізде Quick Charger 3 деген версиясы тұр. Алып қойыз, зарядкасының неші. Xiaomi'де бұрынамайтын ішіне комплектті наушник. Мысалы, жерде бір бос орын тұр, осының астына наушник салатын болса жақсы болушы еді. Мына жерге астына сол жақ болғанда күйзелтеді. Комплектісі қарай. Телефон өзінің қолымызға алайық. Телефонды алған бетте, мысалы, бізде Mi 9T деген жазуы кездеседі. Және де астына орысша жазылған, астына камера 48 мегапиксель, және де дисплей туралы жазылған, аккумулятор, және де процессор туралы жазылған. Яғни процесс. Енді телефон өзін ашып қарайық, пленкасын шейік. Бұл қайтсын болады сіздерге. Өте маған ұнады, бұны таңғалдырған, бұны карбоновый корпус. Енді алдыңыз пленкасын шешейік. Бізде қазір мен қолымда тұрған Xiaomi 9T қара карбон деген сөз. Карбон деген қымбат материал болып есептеледі. Ал қазір мысалы карбон қылып жасалған, алды арты бұл және де стекломен қапталған, стекло Corning Gorilla Glass 5 деген стекло жасалған. Яғни бұл өте мықты стеклолардың бірі, закаленный стеклолардың бірі. Және де бұл царапина дейді ғой, сырықтарға өте төзімді стеклолардың бірі өсетеді. Алдында да, артында да сондай стекло өсетеді. Қазір қолымызда қара түсі, бұл өзі Mi 9T 3 түсте болады бізде. Қара түс карбоновый, және де ледяной мұзды көк түс деп аталады, және огненный қызыл дейді. Яғни оттық қызыл деп айтсақ болады. Осында 3 түсте болып келеді. Яғни қазір қолымызда Mi 9T бізде қара түсте. Дизайн жағынан қайтсам өте қатты маған ұнайды. Ешқандай артық ештеңе жоқ. Және де бұл телефонның бір фишкасының бірі, яғни бір
ерекшелігі мына камерасы алдыңғы камерасы үстіңге орналасқан. Сондықтан мына жерде мысалы ешқандай челка деп аталады, мысалы как iPhone 10 сияқты және Samsung A50 сияқты ортасында құбыжықтың көзі сияқты ешқандай тұрған жоқ. Маған сол ұнады. Және бұның дисплейін қарап отқанда Samsung Galaxy S10 деген модельге ұқсайды. Былайдан алдынан қойса Samsung Galaxy S10, бірақ анау астыңғы жағында рамкасы үлкендеу, сонымен көзге түседі. Мысалы S10-де бірақ камерасы мына жерде орналасқан. Былайдан артынан қарап көрсек, алдында бізде 3 камера, Samsung Galaxy A50 және Note 8 Pro сияқты 3 камера орналасқан. Астын қарасақ бізде USB-C Type-C зарядкасы, тез заряд болатын микрофон орналасқан және де динамик орналасқан. Жаққа қарасақ мысалы көп телефондарда сим-карта салатын жері астында үстінде орналасқанмен жанында бұл телефонда сим-карта салатын үстінде астында орналасқан. Бұл телефон өзі 64 және 128 гигабайттық. Біз қолымызда қазір 64 гигабайттық версиясы. Бұл телефондардан бағана оққан бойынша бұл телефонда микроSD және флеш-карта әрине сонда телефонды бұл бізде ашқанда камерасы қосылады. Қазір соңғы шыққан телефонда бұларда сверхширокоугольный камерасы бар. Бұл біздің оған сверхширокоугольный камераға астына үшінші камера жауап береді. Өте анық түсіреді, өте әдемі, ешқандай ештеңе сұрақ жоқ. 8 мегапиксель артық сөз жоқ. Және де бұда 48 мегапиксель
влажный деп көрсетеді, ешқандай ештеңе жоқ, әдемі, таза. Адам бетінде фокусировканы сразу алады, адам бетінде. Яғни алдын мысалы портретный сөйлесіп бетіңді түсіріп, артқы жақты фон дейді ғой, фонды смывать етеді, көрсетпейді. Так, бұда 48 мегапиксельді қосамыз, қасында бұл артқы камерасы жоқ, және де видео түсіруге болады, алдыңғы камерасымен. Звук шыққан камерасын өзі өте қуантады. Бұл яғни камерасынан үстіңгі 48 мегапиксель камерасы, алдыңғы камера 20 мегапиксель болды. Бұны қарап отырсаңыздар, мына жер сапфир стеклосымен қорғалған, яғни сыртынан, өйткені ешқандай сырық болмау үшін камера әрқашанда анық түсіру үшін. Мына қарап отырсаңыздар. Камера жабылды. Камера жағынан ешқандай сұрақ жоқ. Енді характеристика производительный жағынан сөйлесек, бұда уже мысалы басқа Note 8 Pro'дамыз, Samsung Galaxy A50 модельдерінде 4 гигабайт болатын болса, ең кішкентай версиясы бұда 6 гигабайт яғни оперативтің памяти, орысша айтқанда оперативная память. Ал өзінің жадысы ішкі память, встроенная память 64 және 128 гигабайт. Тағы бір қайталап өтейік. Так, яғни бұда процессор жағынан, процессор деген бұл телефонның жүрегі деп айтса болады. Бұл бізде бұл телефонда Exynos 730 деген процессор тұр. Яғни 8 ядролы, өте жылдам істейді, өте жылдам бәрін қосады. Телефон қатпайды, ешқандай сұрақтар болмайды, ол жағынан, жұмыс істеу жағынан. Қаншама әртүрлі программалардың бәрін ашып отыра берсеңіз, телефон қатпайды, қиналмай жұмыс істей береді, яғни өте жақсы деген сөз характеристика жағынан. Тағы да мысалы сіз ойын ойнайтын болсаңыз, бұл ең жақсы өз бағасына аппараттардың бірі, телефондардың бірі, баға жағынан бұл 120 мың теңгедей тұрады, бұл телефон 120-115 мың аспасам. Ал тұрады, ойын ойнайтын жағынан мысалы PUBG деген ойын, либо тағы да басқа, мысалы World of Tanks деген ойын ойнайтын болсаңыз, қиналмай ойнайсыз, және де жоғары графикада, яғни качество жағынан, видео жағынан өте жақсы көре бересіздер. Дисплей жағынан бұда Super AMOLED дисплей тұр, алтыда 4 диагоналі бойынша өте керемет. Видео көргенге, видео тамашалағанға дисплей жағынан ешқандай сұрақтар жоқ. Super AMOLED дисплей. Себебі неге Super AMOLED дисплей? Себебі бұда флагманский модель, яғни Xiaomi ең мықты телефондардың бірі есептеледі, сондықтан болған телефон ең мықты заттарды салған. Және де бұлай батарейка жағынан сөйлесетін болсақ, батарейкасы бұда 4000 мАч, яғни сіз 1-2 күн қиналмай жүресіз, зарядкаға телефон салмай, өйткені бұл мықты процессор арқасында, үлкен батарейка болған арқасында қуаты өте көп, өте ұзақ сағынға жетеді. Енді так, және де бұда отпечаток пальца деген басқа қарап отырсаңыздар, мысалы бұл телефонда Xiaomi Note 8 Pro секілді артта отпечаток пальца жоқ, бұл телефонның сканер отпечаток пальцев алдында орналасқан, және де бұл телефон адамның бет әлпеті арқылы телефонның бетін ашады. Ашып көрейік. Так, блокировка и защита кремс, добавить отпечаток пальцев, цифровой код. Запомните свой пароль, дейді. Понятно. 0, 0, 0, 0, 4 0 қойық. Продолжить. 0, 0, 0, 0. Окей. Кнопкасын басамыз. Оп-экран для нормальной работы. Так, понятно. Добавление пальца и экран должны быть чистыми, дейді. Яғни бұл сосыңыз қоятын болсаңыз таза болып тұру керек. Мысалы A50 сияқты қатты басып керек жоқ. Мысалы қарап отырсаңыз былайынан қосылады. Сканер отпечаток пальца. Басайық тез. Басып тұру керек деген бәрі. Басамыз. Былайынан басайық. Басамыз. Готово, дейді. Отпечаток пальца 1 готов. Яғни бірінші отпечаток. Сөндіреміз. Қойайық, мына жерде қарасаңыз, мысалы, сразу отпечаток пальцевің ізі жанады. Мысалы, сразу телефон қарамай, мысалы, бас салатындай. Бас көреміз. Керемет. Тез қосылды, тез істеді. A50 дем анау, A50 кішкене тұрып қалады бір ғой. Басамыз. Бәрі тез қосылды. Енді бұлай экран баспай. Тез қосылды, маған өте керемет ұнайды. Өткен мысалы үш телефонның обзорын қарасаңыздар, обзорын көрмесеңіз оның алдында телефондар көруге болады. Салыстыру Xiaomi Note 8 Pro, Huawei P30 Lite,
және де Samsung A50 телефоны. Үш телефонның ішінде маған өте көңілімнен шыққан Samsung A50 телефоны. Бірақ ода бір нәрсе ұнамағаны, мына жерде тұрған датчик сканер отпечаток пальцев өте баяу қимылдайды. Мысалы, телефоныңыз көп қолданатын болсаңыз, өте сізге нервіңізге тиетін ұнамайтын жері, мысалы, именно сол отпечаток пальцев. Ал бұл Note 8 Mi 9-ті да тестейді, ешқандай сұрақ жоқ, өте керемет. Және де қайталап айтқанда, бұл телефон адамның бет әлпеті арқылы телефон ашылады. Былайынан мысалы баға жағынан қарайтын болсақ, бұл 120 мың теңгедей тұрады. Бұның бағасы 64 ГБ, 128 ГБ версиясы 140 мың теңгедей. Алатын болсаңыз, мен өз басым 140 мың үстіне 10-20 мың теңге болса да қосып, Mi 9-ті Pro, Mi 9-ті 128 ГБ айтқан алғандарыңызға рекомендую, ұсынамын деп аталады. Өз ақшасына мысалы өте керемет телефон, өте басқа конкуренттермен салыстырғанда өте керемет. Мысалы таңдайтын болса, баға жағынан, качество жағынан, сапасы жағынан ең жақсы телефондардың бірі. Новинка. Бұл телефон өзі 2019 жылдың осы 24 шілденің 24-ті презентациясы өсті. Яғни Қытайда бұл телефонды ең бірінші рет көрсетті, презентациясы халыққа көрсетті. Ал сатылымға бұл телефондар осы күздің соңына қарай түсе бастады, қараша айларында. Телефон арқылы ешқандай сұрағым жоқ, 10 балдан 10 бал берем. Осы A50 мен либо осы телефон салыстыратын болсам, мен таңдайтын болсам, өзіме Mi 9 телефон алушы еді, Mi 9-ті телефон. Және де мысалы, тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, немесе осындай телефон сатып алғыңыз келетін болса, либо Samsung A50, Samsung Galaxy модельдері бойынша, және де iPhone, Huawei телефонды алғыларыңыз келетін болса, маған хабарласаңыздар болады. Және де бүгінгі видеороликтің, мысалы, видео обзордың спонсоры Xiaomi магазины, Xiaomi кіргі деп аталады. Instagram астына қалдырамын, және номер телефонын сол кісіге хабарласаңыздар болады, либо маған хабарласаңыздар болады. Хабарласып, сол ала телефон алатын болсаңыздар, Мирас деген промокодты айтатын болсаңыздар, сізге 10% скидка болады, және де чехол, стеклоны подарыққа жасап береміз. Келіп тұрыңыздар, қарап тұрыңыздар. Сіздермен болған Мирас, көргендеріңізге өте көп рахмет, сау болыңыздар.